Сонымен көптік миелома сүйек кемігінің плазма жасушаларының қатерлі ісігі болып табылады. Плазма жасушасында мутация болған кезде сүйек кемігінде осы плазма жасушаларының бақылаусыз көбеюі орын алады. Және бұл көптік миелома деп аталатын жағдайға келеді. Енді көптік миеломаның қауіп факторлары қандай? Біз қартайған сайын бұл өздігінен қауіп факторы болып табылады. Сондықтан жас өздігінен қауіп факторы болып табылады. Және әртүрлі зерттеулер көрсеткендей, бұл ерлерде әйелдерге қарағанда жиі кездеседі. Белгілі бір инсектицидтер, немесе пестицидтер де мүмкіндікті арттырады. Оларға ұшырауда көптік миелома алу мүмкіндігін арттырады. Енді көптік миелома немесе кез келген басқа плазма жасуша бұзылыстарының отбасылық тарихы да көптік миелома алу мүмкіндігін арттыра алады. Көптік миеломаны диагностикалау үшін біз кейбір негізгі зерттеулер жүргіземіз. Мысалы, толық қан санағы, ол анемияны көрсетуі мүмкін. Және біз бүйрек функциясын тексеруіміз керек. Ол креатининнің жоғарылағанын көрсетуі мүмкін. Бұл бүйрек жеткіліксіздігін білдіреді. Және біз сабысу кальцийімді тексереміз. Ол жоғарылауы мүмкін және бұл гиперкальциемия деп аталады. Біз бүкіл дененің ПЭТ немесе мірт жасаймыз. Ол сүйек лизистік зақымдануларды немесе түсінуларды көрсетуі мүмкін. Келесі қадам. Сүйек кемігінен аспирация және биопсия жасау болады. Ол плазма жасушаларының 10-дан астамын көрсетеді. Енді көптік миелома деп аталатын бұл жағдайды қалай емдейміз? Бұл науқастың жасына және оның қаншалықты жарамды екеніне байланысты. Біз әдетте бұл науқастарды аутологиялық діңгек жасушаларын трансплантациялауға жарамды немесе жарамсыз деп жіктейміз. Әдетте 65 жастан кіші және денсаулығы жақсы, жүрек ауруы немесе қант диабеті сияқты басқа қосымша аурулары жоқ науқастарға біз химиотерапияны және кейбір мақсатты терапияны 4 цикл немесе 4 ай бойы жүргіземіз. Содан кейін жоғары дозалы химиотерапия және аутологиялық діңгек жасушаларын трансплантациялау деп аталатын процедураны орындаймыз. Содан кейін оны ауызша немесе инъекциялық дәрілермен қолдау терапиясымен жалғастырамыз. 1990 жылдары өте нашар ауру және өте нашар болжаммен қарастырылған бұл ауруды қазіргі уақытта көптеген миелома диагнозы қойылған науқастарға шамамен 8-ден 10 жылға дейінгі орташа өмір сүру ұзақтығын ұсына аламыз.